Асқар, сен тірісің бе? Мені өз қолыңмен жерлегенің есіңде ме, бауырым? Жоқ, бұл мүмкін емес. Мен өз көзіммен көрдім. Қазір көзіңе сен. Оның дауысы адамның емес, көрден шыққан тірі өліктің даусындай суық естілді. Сен менің аяғымды, менің қалыңдығымды, тіпті менің есімімді ұрладың. Бірақ ең бастысы, сен анамыздың өмірін ұрладың. Бауыржан шүріппені басып қалды. Тарс. Оқ Асқардың иығына тиді, бірақ ол селт етпеді. Тіпті қабағында шытқан жоқ. Ол тоқтамай, ақсаңдамай, темір аяғымен жерді тітіркендіре алға жылжыды. Ақшаңмен ажалыңды сатып аламын деп ойладың ба? Асқар Бауыржанның тамағынан темірдей саусақтарымен қысып, ауаға көтеріп алды. Бүгін бұл үй сендердің жұмақтарың емес, сендердің қабірлеріңе айналады. Сол сәтте Асқар қолындағы бензині бар құтыны еденге лақтырып, сіріңкені тұтатты. Жалынлап ете қалды. Бірақ бәрі қалай басталды? Неге туған бауыры оны сатып кетті? Соғыстан мүгедек болып оралған жауынгер қалайша қатыгез кек алушыға айналды. Оқиғаның басына оралайық. Соңына дейін тыңдаңыз, өйткені бұл шындық сізді бей-жай қалдырмайды. Арнамызға тіркеліп қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Қай қаладан сағат нешеде көргендеріңізді жазып кетіңіздер. Сол күні аспан төбесінен ауыр қорғасын түстес бұлттар төніп, қаланың үстіне сұрғылт мұң бүркіп тұрған еді. Темір жол вокзалының маңындағы зауыт түтіндері ауаға күйе аралас ащы иіс шайып, қыстың соңғы демімен шағылысқан қар ұшқындары жерге жетпей еріп жатты. Асқар вокзалдың алдында тұрып, туған қаласының осы бір суық, бірақ ыстық бейнесін соңғы рет ішіне тартып, жадына мәңгілікке мөрлеп қалғысы келгендей айналасына ұзақ қарады. Оның иығындағы ауыр жол қапшық емес, белгісіздікке толы тағдырының салмағы басып тұрғандай еді. Оның қасында ең жақын үш адамы тұрды. Маржан ана ерні дірілдеп, көзінің жасын іркіп тұрған, жүзіне сағыныш пен үрейдің ерте әжімі түскен кішкене ғана әйел. Ол ұлының әскери киімінің иығын қайта-қайта сипап, жоқ қыртыстарды жазған болады. Оның әрбір қимылында: кетпеші, балам, қасымда қалшы, сенсіз күнім не болмақ, деген жасырын жалынбау жатты. Бірақ ол жауынгердің анасы. Сондықтан тек іштей егіліп, сырттай нықтыруға тырысты. Аман орал, құлыным. Тек қана аман кел. Мен сені Құдайдан күнде тілеп күтемін деп сыбырлады. Оның қолындағы ескі, тозған түйіншекке оралған, ішінде дұға жазылған тұмары Асқардың қалтасына абайлап салынды. Бұл ана махаббатының соңғы сауыты еді. Асқар анасының маңдайынан иіскеді. Оның иісі туған үйдің, жылы нанның және балалық шақтың иісі еді. Тамағына тығылған өксік сөз айтқызбады, тек жанарымен ғана бәрі жақсы болады дегендей ишарат етті. Сосын ол жүзін Айгерімге бұрды. Айгерім. Оның көздері көктемгі аспандай тұнық еді, бірақ дәл қазір сол аспанды қалың мұң торлап, жаңбыр боп жауғалы тұрғандай. Ол Асқардың саусақтарын үзіле қатты қысып алған, жібергісі келмей. Оның нәзік алақанының жылуы Асқардың бүкіл денесіне тарап, суық шинелдің астындағы жүрегін соңғы рет жылытып тұрғандай. Мен сені мәңгі күтемін, Асқар. Қанша уақыт өтсе де, сенің оралатыныңа сенемін. Сенің жолыңа қарап, әр күнімді секундпен өлшеймін. Оралған күнің біздің бақытты өміріміздің жаңа парағы болады, деді ол дауысы дірілдеп. Ол сөйлеп тұрғанда көзінен үзіліп түскен бір тамшы жас Асқардың қолына тамып, суық ауада бірден мұздап қалды. Осы мұздаған жас тамшысымен Айгерімнің серті Асқардың алдағы тозақтағы жалғыз жұбанышы боларын ол кезде ешкім білмеген еді. Ал сәл шеткерілеу Бауыржан тұрды. Ол Асқардан 2 жас кіші болса да, иықты, ширақ, отты жігіт еді. Асқар інісінің иығынан басып көзіне тік қарады. Бауыржан, саған үйді, анамды және Айгерімді аманаттаймын. Мен жоқта сен, бұл үйдің тірегісің. Қандай жағдай болмасын, оларды қорға. Осыған еркекше сөз бересің бе? Деді Асқар. Оның дауысы темірдей нық шықты. Бауыржан еш мүдірместен ағасының қолын қатты қысты. Саусақтарының қарымы Асқардан кем түспейтін. Сөз беремін, аға. Тіпті өз жанымды берсем де, олардың шашына шаң жуытпаймын. Сен келгенше бәрі орында болады. Менің қаным ағып біткенше сенің аманатыңды сақтаймын, деді ол нық сеніммен.
Бауыржанның көзіндегі жалын сондай шынайы көрінгені сонша, Асқардың көңіліндегі соңғы күдікке сейіліп, іштей бір жеңілдік орнады. Пойыздың жекірінген айқайы вокзал үстіндегі ауыр тыныштықты қағайырды. Бұл дыбыс бейне бір тағдырдың қатал үкіміндей естілді. Темір дөңгелектердің жер сілкіндірген гүрсілі жақындаған сайын қоштасудың ашы дәмі де қоюлана түсті. Асқар вагон сатысына көтерілгенде артына бұрылып соңғы рет қол бұлғады. Перронда қалған үшеуі, анасы, сүйгені және бауыры оның өмірінің үш тірегі секілді болып қала берді. Пойыз орнынан қозғалғанда Асқар терезеге маңдайын тіреп ішінен: «Мен міндетті түрде ораламын. Мені күтетін адамдар бар да, мені ешқандай ажал ала алмайды» деп қайталады. Ол өз жүрегінің дүрсілін темір жолдың гүрсілімен үйлестіріп, алдағы беймәлім соғысқа іштей дайындала бастады. Бірақ ол пойыздың оны бақытты болашаққа емес, сатқындық пен қасіретке толы жаңа өмірге апара жатқанын, ал бүгінгі айтылған анттардың ертең күлге айналарын мүлдем сезгенде жоқ еді. Пойыздың дөңгелегі соққан ырғақты дыбыс бірте-бірте алыстап, оның орнын снарядтардың ысқырған үні мен жерді тітіркендірген жарылыстар басты. Асқар туған қаласының жылуын артқа тастап, ажалдың суық демі аңқыған таулы аймаққа, соғыстың қақ ортасына келіп түсті. Мұнда уақыт мүлдем басқаша есептелетін. Секундтар өмір мен өлімнің арасы, ал бір түн мәңгіліктей созылатын азап еді. Асқар соғыстың романтикадан ада, тек қан мен терден, суық пен қорқыныштан тұратын қатал шындығын тез қабылдады. Оның бөлімшесі тау бөктеріндегі стратегиялық биіктікті күзетуге тиіс еді. Күн сайын төбеден жауған оқ, түндегі белгісіздік және әр бұтаның артында аңдып тұрған жау жас сарбазды нағыз жауынгерге айналдырды. Бірақ Асқардың бойында басқалардан ерекше бір күш бар еді. Ол кеудесіндегі Айгерімнің суреті мен анасының берген тұмары. Ол әрбір атылған оқтан жасқанбай, тек бір ғана мақсатпен алға ұмтылды. Аман қалып, сертке адал болу. Сол бір қанды түн Асқардың есінде өшпестей болып қалды. Аспанда жұлдыздар көрінбейтін, тек айнала тас қараңғы, ауада күйік пен мазут иісі қолқаны қабатын. Кенеттен тау жақтан бірінші миномет оғы атылды. Сәт санап жарылыстар жақындай түсіп, жер астынан отты фонтандар атқылағандай болды. «Шегініңдер! Оң қанатқа!» деген командирдің айқайы снаряд гүрсілінің арасында әрең естілді. Асқар окоптың ішімен еңбектеп бара жатып, қасындағы жас сарбаздың жараланғанын көрді. Ол еш ойланбастан кері бұрылып, жолдасын иығына салып алды. Оқ жаңбырдай жауып тұрды. Асқардың етігі балшыққа батып, әр қадамы ауырласа да, ол тоқтамады. «Мені күтетін адамдар бар. Мен өле алмаймын», деп қайталады ол іштей, тісін шықырлата басып. Бірақ тағдырдың жазғаны басқа еді. Ол жолдасын қауіпсіз жерге жеткізіп, қайтадан өз шебіне ұмтылған сәтте, бейне бір уақыт тоқтап қалғандай болды. Оның тура қасына ауыр снаряд келіп түсті. Бір сәтте айнала аппақ жарыққа толып, құлақты тұндырған жойқын жарылыс бәрін күл талқан етті. Асқардың денесі ауаға ұшып, жерге құлағанда ол ештеңе сезбеді. Тек көз алдынан анасының жылы жүзі, Айгерімнің көк аспандай көздері және Бауыржанның берген анты соңғы рет кинотаспасындай өте шықты. Ол есін жиғанда, айнала тып-тыныш еді. Тек жанып жатқан техниканың сытырлаған дыбысымен, алыстан естілген сирек оқ атыстары ғана түн тыныштығын бұзатын. Асқар орнынан тұрмақ болды, бірақ денесі оған бағынбады. Ол төменге қарап, жан түршігерлік көріністі көрді. Оның оң аяғы жоқ еді, тек қанға бөккен етік пен темір қалдықтары ғана қалыпты. Жан төзгісіз ауырсыну бүкіл денесін шарпып өткенде, ол айқайлағысы келді, бірақ даусы шықпады. Ол сол жерде, суық топырақта жатып, өліммен арпалысты. Қан жоғалтудан басы айналып, көзі ілініп бара жатқанда, ол анасының «Аман орал, құлыным» деген даусын естігендей болды. Сол сәтте оның саусақтары жердегі суық топырақты қатты қысты. Ол өлуге тиіс емес еді. Таң ата санитарлар оны тапқанда, Асқар тірі мен өлінің арасында жатқан еді. Оның қолында әлі де анасының тұмары қатты қысылып тұрды. Оны госпитальға алып бара жатқанда, ол соңғы күшін жинап іштей: «Мен ораламын. Мүгедек болсам да ораламын. Сендер мені күтіп отырсыңдар ғой», деп сыбырлады. Бірақ ол госпитальдің ақ төсегінде жатып, аяғынан айырылғанын толық сезінгенде, нағыз соғыс енді басталғанын түсінді. Бұл оның өзімен, өз тағдырымен арпалыс еді.
Ол Бауыржанның бәрі орнында болады деген сөзіне сеніп, өзін жұбатты. Бірақ ол туған елінде оны соғыстан да ауыр, майданнан да қатал сатқындық күтіп тұрғанын әлі білген жоқ еді. Арада ұзақ, мағынасыз, ақ халаттылар мен дәрі иісіне аңқыған ауыр айлар өтті. Госпитальдың суық дәліздерінде Асқар жүруді емес, тірі қалуды қайта үйренді. Оның оң аяғының орнында енді жансыз темір мен былғарыдан жасалған протез тұрды. Әрбір қадамы сүйегіне батып, жанын жегідей жесе де, ол тісін қайрап, алға ұмтылды. Оған күш беретін төс қалтасындағы Айгерімнің умаждалған суретімен үйге қайтамын деген жалғыз үміт еді. Ол өзін батыр сезінбеді, тек жақындарының жылуына зәру, жаралы жауынгер ғана болды. Пойыз туған қаласының вокзалына тоқтағанда Асқардың жүрегі кеудесіне сыймай тулап кетті. Ол вагон сатысынан түсуге қиналса да, ешкімнің көмегін қабылдамады. Міне, сол вокзал. Сол сұрғылт аспан мен зауыт түтіні. Бірақ бұл жолы оны перронда ешкім күтіп тұрмады. Ол бірнеше рет жеделхат жолдаған еді, бірақ бәлкім пошта кешіккен болар деп өзін жұбатты. Таяғына сүйеніп, протезін сүйрете басып, ол өзі жақсы білетін таныс көшелермен үйіне қарай тартты. Әрбір өткен адам оның мүгедектер арбасы мен балдағына аянышпен, кейде жиіркенішпен қарап өтетін. Асқар бұл көзқарастардан емес, жүрегіндегі үрейден қорықты. Міне өз ауласы. Ол осыдан бірер жыл бұрын Айгеріммен серуендеген ескі орындық, анасы екеуі еккен бәйтерек. Бәрі орнында, тек ауада бір жаттық бар секілді. Асқар үшінші қабатқа көтерілгенше бірнеше рет демалды. Маңдайынан тер сорғалап, жүрегі аузына тығылды. Өз үйінің есігінің алдына келгенде, ол бір сәт тоқтап, терең демалды. Қазір есікті Маржан анасы ашады. Ол айқайлап жіберіп, ұлын құшақтайды, сосын Айгерім келеді. Асқар дірілдеген қолымен есікті қақты. Жауап жоқ. Тағы да қақты. Іштен бейтаныс дауыс естілді. Бұл кім? Есік ашылғанда Асқар есеңгіреп қалды. Оның алдында анасы емес, бейтаныс, еңгезердей еркек тұрды. Саған кім керек, бауырым? Деді ол Асқардың мүгедек күйіне қарап, қабағын түйіп. Бұл менің үйім. Маржан анам қайда? Бауыржан қайда? Асқардың даусы қарлығып шықты. Ей, мүгедек, сен адасып тұрған жоқсың ба? Бұл пәтерді мен жарты жыл бұрын сатып алғанмын. Мұнда ешқандай Маржан тұрмайды. Бұрынғы иелері жас ерлі зайыптылар болатын. Олар қаланың шетіндегі жаңа зәулім үйге көшіп кеткен деді де, есікті тарс жауып тастады. Асқардың төбесінен жай түскендей болды. Ол қабырғаға сүйеніп, еденге отыра кетті. Сатып алған. Көшіп кеткен. Сонда анам қайда? Деген сұрақтар миын шаршатып жіберді. Ол көрші пәтердің есігін қақты. Есікті ашқан ескі танысы, Күләш апай, Асқарды көргенде шошып кетіп, аузын басты. Асқар. Сен тірісің бе? Біз сені өлдіге санап, қара қағаз келді деп естігенбіз. Деді ол дауысы дірілдеп. Күләш апай, анам қайда? Үйде неге басқа адамдар тұрады? Асқар оның иығынан ұстап алды. Күләш апай көзін жерге түсіріп, жылап жіберді. Асқаржан, бекем бол. Маржан байғұс сенің өліміңді естігенде жүрегі шыдамады. Қара қағаз келгеннен кейін бір ай өтпей жатып, жүрек талмасынан кетіп қалды. Ал Бауыржан мен Айгерім. Олар үйді сатып, қаланың элиталық ауданына көшіп кетті. Олар қазір бірге, Асқар. Үйленгеніне де 3 ай болды. Асқардың құлағы шіңгірлеп кетті. Айнала қараңғыланып, жер аяғының астынан сырғып бара жатқандай болды. Анасы қара жер қойнында сүйгені туған бауырының құшағында, ал өзі ешкімге керексіз, үйсіз-күйсіз мүгедек. Бауыржанның вокзалда берген анты, Айгерімнің мәңгі күтемін деген сөзі, бәрі де құнсыз өтірік екен. Оны тірілей жерлеген екен. Ол вокзалға қалай жеткенін білмейді. Оның жаны соғыс даласындағы жарылыстан да бетер күйреп қалған еді. Ол өзінің жоқ аяғының ауырғанын емес, кеудесіндегі тірідей суырылып алынған жүрегінің ашығанын сезді. Сол түні Асқар қаланың шетіндегі суық зиратқа барып, анасының жаңа үйілген топырағын құшақтап жатып жылады. Бұл жылау емес, бұл жаралы қасқырдың ұлуы еді. Таң ата ол орнынан тұрды.
Оның көздеріндегі мұң енді суық, мұздай кекке айналған еді. Ол өзін сатып кеткендердің, анасын өлімге итермелегендердің бақытты өмірін күл-талқан етуге іштей серт берді. Сендер мені тірілей көмдіңдер ме? Ендеше тірі өліктің кегі қандай болатынын көресіңдер деп сыбырлады ол. Асқар енді мүгедек емес еді. Ол кегін алмай тынбайтын ажалдың өзіне айналған болатын. Зират басындағы суық түн Асқардың жүрегіндегі соңғы жылылықты үсіртіп тастағандай болды. Ол таңсәріде қалаға қайта оралғанда оның жанарынан жас емес, мұздай суық кек қана көрінетін. Ол інісі Бауыржан мен Айгерімді іздеп табуды ұйғарды. Ол олардың көзіне тік қарап, неге? деген жалғыз сұрақты қойғысы келді. Алайда тағдырдың, немесе адамдардың қатыгездігінің оған дайындаған тағы бір соққысы бар еді. Асқар Бауыржанның жаңа мекен жайын тауып, сол зәулім үйдің алдына келді. Биік темір қоршау, бейнебақылау камералары бәрі де олардың жаңа, бай өмірінен хабар беріп тұрғандай. Көп күттірмей, қақпа ашылып, су жаңа шетелдік көлік шықты. Рөлде жағасы жайлаудағы Бауыржан, ал қасында құлпырған Айгерім отырды. Ол баяғы мұңлы ару емес, үстіне қымбат тон киген, жүзінен бақыт есіп тұрған бейтаныс әйелге айналыпты. Асқар жолдың ортасына шығып, балдағына сүйеніп тұрып алды. Көлік тежегіші шыңғырып барып тоқтады. Бауыржан ашумен көліктен атып шықты. «Ей, соқырсың ба? Өлгің келіп жүрме?» деп айқайлады. Бірақ алдында тұрған адамның түрін көргенде, оның жүзі сәтте қуарып, өңі бұзылып кетті. Асқар! Бауыржанның дауысы дірілдеп шықты. Көліктен түскен Айгерім де Асқарды көріп, бетін басып кейін шегінді. Оның көзінде қуаныш емес, жабайы үрей бар еді. «Тірімін, Бауыржан. Сендер жерлеп қойған ағаң тірі оралды» деді Асқар дауысы қатайып. «Анам қайда? Үй қайда? Неге Айгерім сенің қасыңда отыр?» Бауыржан бір сәт абдырап қалғанымен тез жинақталды. Оның бойын қорқыныш емес, арамдық биледі. «Аға, сен түсінбедің. Бізге қара қағаз келді. Анам сол қайғыны көтере алмады. Ал Айгерім екеуміз. Біз бірімізді жұбаттық, солай болды. Сен мүгедексің, саған күтім керек. Сенің жүйкең тозған» деді Бауыржан дауысын нық шығарып. Сол сәтте қақпа ішінен тағы 2-3 еңгезердей күзетші шықты. Бауыржан оларға белгі берді. Бұл адамның есі ауысқан. Өзін менің ағамын деп санайды. Соғыстан миы шайқалып келген ғой, алып кетіңдер де тиісті жерге өткізіңдер, деп бұйырды. Асқар қарсыласпақ болды, бірақ бір аяқпен балдаққа сүйенген адамда қандай қауқар болсын. Күзетшілер оны жерге жығып, қолын қайырып, қараңғы машинаға тоғытты. Айгерім бұл көрініске қарап тұрып, теріс айналып кетті. Ол Асқардың көзіндегі соңғы үміт сәулесінің қалай сөнгенін көргісі келмеді. Асқарды қаланың шетіндегі, ескі қабырғалары мүк басқан, терезелеріне темір тор орнатылған психоневрологиялық интернатқа келді. Бауыржан өзінің ықпалын пайдаланып, Асқарды қоғамға қауіпті, есі ауысқан мүгедек ретінде құжаттарды реттеп, мәңгілікке осында жауып тастауды ұйғарған екен. Интернаттың іші нағыз тоза еді. Мұнда адамдардың есімдері жоқ, тек нөмірлері ғана бар болатын. Санитарлардың қатыгездігі шектен шыққан. Олар науқастарды малша сабап, есірткілік дәрілермен есеңгіретіп тастайтын. Асқарды суық, дымқыл камераға қамады. Оның протезінде тартып алды. «Міне, сенің ендігі үйің осы» деп қарқылдап күлді есік алдындағы дәу санитар. Алғашқы апталар Асқар үшін ең ауыр сынақ болды. Оған күшпен дәрі ішкізіп, санасын тұманға бөктіргісі келді. Бірақ Асқар әр жолы дәріні тілінің астына тығып, кейін түкіріп тастайтын. Ол өзінің ақылынан алжаспауы керектігін түсінді. Ол түнде камераның бұрышында отырып, қабырғаға шегемен күн санай бастады. Ол өзін мүгедек ретінде емес, тұтқынға түскен жауынгер ретінде сезінді. Шыдамды бол, Асқар. Олар сенің денеңді қамаса да, рухыңды қамай алмайды. Бауыржан мен Айгерім бақытты өмір сүріп жатырмыз деп ойлайды. Бірақ олар бақытты емес, олар тек кезекте тұр деп қайталады ол ішінен. Ол интернаттың асханасында, шеберханасында байқатпай жүріп, айналаны зерттей бастады. Ол мұндағы ескі темір терсектің, бұзылған техниканың көп екенін көрді.
Оның механикке тән қабілеті оянып, іштей жоспар құра бастады. Ол бұл қапастан қалай болғанда да шығуы керек еді. Тек қашып қана қоймай, өзінің жоқ аяғының орнына нағыз жауынгерге лайық құрал жасап шығуы тиіс еді. Интернаттың темір есіктері тарс жабылған сайын, Асқардың ішіндегі кек оты лаулай түсті. Ол енді тек өзі үшін емес, Маржан анасының қорланған аруағы үшін де кек алуы керек еді. Бұл қапас оны сындырған жоқ, қайта болаттай шыңдай түсті. Нағыз драма енді басталды. Интернаттың қабырғалары тек мұң мен дертке емес, адам төзгісіз, жауыздыққа да куә еді. Мұнда уақыт тоқтап қалғандай көрінетін. Асқардың санасын улау үшін күн сайын берілетін күшті дәрілер оның ерік жігерін жасыта. Ол әр түні қараңғы камерада отырып, протезсіз қалған аяғының орнындағы сыздаған ауырсынуды кекпен басуға тырысатын. Ол өзін өлдіге санаған Бауыржанның жеңіске жеткеніне жол бере алмайтын. Бірде интернаттың ауласындағы ескі қойманың құлпы бұзылып, Асқар оның ішіне байқатпай кіріп кетті. Онда жылдар бойы жиналған темір-терсек, бұзылған медициналық арбалардың қалдықтары мен тот басқан құрал саймандар жатыр еді. Асқардың көзі жайнап кетті. Ол соғысқа дейін ауылдағы ең мықты механик болған, кез келген темірді сөйлете алатын. Ол үшін бұл қойма жай ғана қоқыс емес, бостандыққа бастайтын қару-жарақ зауыты іспетті болды. Интернаттың шаруашылық меңгерушісі, ескі соғыс ардагері Самат Ақсақал Асқардың темірге деген құштарлығын байқап қалды. Самат та Бауыржанның Асқарды мұнда әділетсіз қамағанын іштей сезетін. Балам, сенің қолың алтын екен. Мына бұзылып тұрған ескі генераторды жөндеп берсең, саған қоймаға еркін кіріп шығуға рұқсат алып берер едім, деді ол бір күні. Асқар келісті. Ол күні түні қоймада болып, генераторды ғана жөндеп қоймай, өзіне жасырын түрде жаңа протез жасауға кірісті. Ол ескі арбаның дөңгелегінен мықты тірек, темір құбырлардан сүйек, ал автокөлік серіппелерінен пружина, иілгіш буындар құрастырды. Бұл қарапайым медициналық протез емес, нағыз инженерлік туынды еді. Онымен тек жүріп қана қоймай, жүгіруге де, соққы беруге де болатын. Жұмыс барысында Асқар тек протез жасаумен шектелмеді. Ол өзінің физикалық күшін қалпына келтіру үшін жасырын жаттығулар жасады. Қоймадағы ауыр темірлерді көтеріп, бір аяқпен тепе-теңдік сақтауды үйренді. Оның денесі қайтадан болаттай қатып, иықтары кеңейіп, жанарына жабайы қасқырдың айбаты оралды. Осы уақытта сыртқы әлемде Бауыржан мен Айгерім бақытқа кенеліп жатты. Бауыржан Асқардың атына жазылған барлық мұраны өз атына өткізіп, қаланың ең бай кәсіпкерлерінің біріне айналды. Бірақ Айгерімнің жүрегі тыныш емес еді. Ол түнде шошып оянып, терезеден Асқардың ақсаңдап келе жатқан сұлбасын көргендей болатын. Сатқындықтың уы оның алтынға малынған өмірін іштей шірте бастады. Интернаттағы Самат Ақсақал Асқарға тағы бір үлкен көмек көрсетті. Ол Асқарға жасырын түрде газет-журналдар мен қаланың картасын әкеліп берді. Соның арқасында Асқар Бауыржанның кеңсесі қайда екенін, оның күзеті қалай жұмыс істейтінін біліп алды. Балам, кек алу ауыр. Бірақ әділдік орнату парыз. Сенің көзіңнен мен ашуды емес, жанып тұрған шындықты көріп тұрмын. Саған көмектесемін, деді қария. Қашу күні белгіленді. Күздің қараңғы, жаңбырлы түні еді. Асқар өзі жасаған болат протезін киіп, оның сыртынан кең шалбар киіп алды. Ол енді ақсаңдамайтын, оның әр қадамынан темірдің суық үні естілетін. Ол Самат Ақсақалдың көмегімен күзетшілердің ауысатын уақытын пайдаланып, биік қоршаудан қарғып өтті. Ол орманның ішімен жүгіріп бара жатып, соңғы рет интернаттың жарықтарына қарады. Ол үшін бұл қапас енді артта қалды. Алдында жаңбырлы, суық қала және 2 жыл бойы күткен есеп айырысу сәті тұрды. Оның қолында ешқандай қару болған жоқ, бірақ оның ашуымен жасап алған темір аяғы кез келген қарудан қауіпті еді. Асқар қаланың жарықтарына жақындаған сайын ішінен: мен келдім, Бауыржан. Мен келдім, Айгерім. Сендердің бақытты ертегілеріңнің соңғы парағын мен жазамын, деп сыбырлады. Жаңбыр оның жүзін жуып жатты, бірақ оның жүрегіндегі отты ешқандай су сөндіре алмайтын еді. Қаланың түнгі шамдары жаңбырдан суланған асфальтқа шағылысып, бейне бір мыңдаған суық жанарлардай жыпылықтайды. Асқар қараңғылықтың қойнауынан шыққан елес секілді көше бойымен нық қадам басып келе жатты.
Оның жаңа болат протезі әр қадам сайын жерге нық тиіп, бойына бұрын-соңды болмаған сенімділік ұялатты. Ол енді баяғы жаралы жауынгер емес, кек жолына түскен жыртқыш іспетті. Ол алдымен Бауыржанның кеңсесі орналасқан зәулім ғимараттың алдына келді. Шынымен қапталған биік мұнара қаланың басқа үйлеріне менсінбей қарап тұрғандай. Асқар қарсы беттегі ескі үйдің көлеңкесіне тығылып, нысанасын бақылай бастады. Ол бірнеше сағат бойы қозғалмастан күзетшілердің ауысуын, кіріп шыққан көліктерді зерттеді. Оның соғыста үйренген барлаушылық қабілеті дәл қазір ауадай қажет болды. Кенет кеңсе алдына қара түсті, қымбат көлік келіп тоқтады. Одан қымбат костюм киген, шашын сәндеп тараған Бауыржан шықты. Оның жүзінде менмендікпен тоқтық ойнайды. Асқардың саусақтары еріксіз жұдырық болып түйілді. Міне, менің қаным мен анамның өмірінің құнына келген байлық деп ойлады ол тісін қайрап. Бауыржан көліктен түскенде кенеттен кіл тоқтап, артына бұрылып қарады. Оған біреудің суық жанары желкесін күйдіріп жатқандай көрінді. Ол айналасына қарағанымен, қараңғы көлеңкеде тұрған Асқарды көре алмады. Үрейдің алғашқы ұшқыны оның жүрегін сыз еткізіп өтті. Келесі күні Асқар олардың тұратын үйіне барды. Түн жарымында ол зәулім үйдің бағына байқатпай кіріп кетті. Ол екінші қабаттың терезесіне дейін өрмелеп шығып, ішкі жақты тамашалады. Бөлмеде Айгерім отыр еді. Ол айнаның алдында отырып, мойнына қымбат алқа тағып жатты. Бірақ оның жүзінде бақыт жоқ болатын. Керісінше оның жанарынан шексіз шаршау мен үрей көрінетін. Ол айнаға қараған сайын артында Асқар тұрғандай сезініп қайта-қайта бұрылып қарай беретін. Асқар терезенің әйнегіне саусағымен ақырын ғана әрпінсіз кетті. Бұл кек алудың алғашқы белгісі еді. Ертесіне таңертең Айгерім терезедегі сол белгіні көргенде есінен танып қала жаздады. Ол Бауыржанға жүгіріп барды. Ол оралды. Мен білемін, Асқар тірі. Ол бізді тауып алады, деп шыңғырды. Бауыржан ашуланып. Ол интернатта тордың артында жатыр. Есіңді жи. Ол мүгедек, оның қолынан ештеңе келмей. Деп айқайлағанымен өзінің де қолдары дірілдеп кетті. Бауыржан бірден интернатқа қоңырау шалды. Бірақ ол жақтан тұтқын 3 күн бұрын қашып кетті деген жауапты естігенде телефон құлағынан түсіп кетті. Оның салған бақытты өмірінің іргетасы сөгіле бастады. Ол күзетті 2 есе күшейтіп үйден шықпауға тырысты. Бірақ Асқар үшін ешқандай қабырға кедергі емес еді. Асқар болса, қаланың ескі шеберханасында отырып, келесі қадамын жоспарлап жатты. Оның қолында Бауыржанның бизнесіне қатысты маңызды құжаттар бар еді. Оны Самат ақсақалдың көмегімен алған болатын. Асқар тек оларды өлтіргісі келген жоқ. Ол оларды алдымен рухани тұрғыдан күйреткісі келді. Ол олардың қалай қорқыныштан естерінен танатынын, қалай бір-бірін айыптайтынын көргісі келді. Бір күні кешке Бауыржан кеңсесінен шығып, көлігіне отырғанда, артқы орындықта жатқан бір түйір раушан гүлін көрді. Бұл гүл Асқардың Айгерімге алғаш сыйлаған гүлінің дәлме-дәл көшірмесі еді. Гүлдің астындағы қағазға сертті ұмыту, өліммен тең деп жазылыпты. Бауыржанның көлік ішінде ауа жетпей, кеудесі қысылды. Ол терезеге қарағанда, жолдың арғы бетіндегі қараңғылықта тұрған биік, еңгезердей адамның сұлбасын көрді. Ол адам ақсаңдамайды, ол тіп-тік тұр. Тек оның көздері түнде жанып тұрған шамдай от шашады. Бұл Асқар еді. Асқар саусағымен тамағын орып көрсетті де, қараңғылыққа сіңіп кетті. Ойын басталды. Көлеңке енді Бауыржан мен Айгерімнің әр қадамын бағады. Олардың жұмағы енді өздері үшін түрмеге айнала бастаған еді. Бауыржан мен Айгерімнің зәулім үйіндегі тыныштық енді зорлықпен орнатылған күзетке ұқсайтын. Әрбір есіктің сытыры, желдің гуілі немесе терезеге соғылған бұтақ олардың жүрегін аузына тығып, қанды оқиғаның бастауындай көрінетін. Бауыржан енді бұрынғыдай еркін жүре алмайтын, ол өз үйінің ішінде өзін тұтқындай сезінді. Бірнеше күн бойы Асқар ешқандай белгі бермеді. Бұл үнсіздік ашық соғыстан да ауыр еді. Көрінбейтін жаудың қашан соққы беретінін білмеу Бауыржанның жүйкесін мүлдем жұқартты. Ол ішімдікке салынды, күзетшілерді себепсіз балағаттап, Айгеріммен күн сайын ұрсатын болды.
Сатқындық негізінде құрылған олардың бақытты некесі сырттан түскен алғашқы қысымда шытынап сала берді. Мұның бәрі сенің кесірің, деп айқайлады Бауыржан бір күні Айгерімге. Егер сен оны күтемін деп серт бермегенде, егер сен маған Асқардың өлгенін қалағандай қарамағаныңда, мен бұл қылмысқа бармас едім. Мен бе? Айгерімнің даусы дірілдеп шықты. Оны интернатқа қамауды сен ойлап таптың. Оның ақшасын сен ұрладың. Сен маған оның аруағынан қорықпайтыныңды айтқансың, ал енді оның тірі көлеңкесінен зәрең ұшып отыр. Осы айқас кезінде үйдің жарығы кенеттен сөніп қалды. Бүкіл зәулім сарай тас қараңғылыққа бөкті. Айгерім шыңғырып жіберді. Күзетшілердің рацияларынан тек дыбыссыз шу естіледі. Бауыржан үстел үстіндегі тапаншасына жармасты, бірақ қараңғыда ештеңе көрінбейді. Сол сәтте үйдің ішкі байланыс жүйесінен, интерком, Асқардың дауысы естілді. Бұл дауыс адамнан емес, жер астынан шыққандай салқын әрі қатал еді. Бауыржан. Анамыз Маржан қараңғылықтан қорқатын еді, есіңде ме? Сен оны соңғы сапарына жалғыз аттандырдың. Енді сенің кезегің. Сені де жалғыздық пен қараңғылық күтіп тұр. Қайдасың? Шық бетпе-бет. Деп ақырды Бауыржан, қараңғы бөлмені оқпен атқылай бастады. Бірақ жауап орнына тек қабырғадан шағылысқан оқтың дыбысы мен мысқылды күлкі ғана естілді. Жарық қайта жанғанда бөлмеде ешкім жоқ еді. Бірақ Айгерімнің алдындағы үстелде Маржан ананың баяғыда Асқарға берген тұмары жатты. Тұмардың шеті қанға малынғандай қызыл бояумен боялған. Бұл соңғы ескерту еді. Келесі күні таңертең Айгерім шыдамай, Бауыржаннан жасырын түрде ескі саябаққа келді. Ол Асқардың осында екенін іштей сезді. Саябақтың ең шеткі, адам аяғы баспайтын бұрышында, ескеменнің астында биік тұлға тұрды. Ол ақсаңдамайды, белі бүкіреймеген. Оның үстіндегі ескі плащ желмен желпілдеп, бейне бір жаралы қанаттай көрінеді. Айгерім оның қасына жақындап, тізе бүгіп құлады. Асқар. Кешір мені. Мен әлсіз болдым. Мен қорықтым. Бауыржан мені алдады, ол сені өлді деді. Мені өлтірсең де ризамын, тек осы қорқыныштан құтқаршы. Деп егіліп жылады. Асқар бұрылып оған қарады. Оның жанарында Айгерім күткендей ашу емес, шексіз бір бостық пен жиіркеніш тұр еді. Ол еңкейіп, Айгерімнің иегінен көтерді. Кешірім бе? Деді Асқар сыбырлап. Менің аяғымды кім қайтарады? Менің анамды кім тірілтеді? Менің ұрланған 2 жылымды кім береді? Кешірім тірілерге тән, Айгерім. Ал мен сендер үшін вокзалда өлгенмін. Асқар оның қолына кішкене ғана диктофонды ұстатты. Мұны Бауыржанға апарып бер. Бұл сендердің бақытты өмірлеріңнің соңғы аккорды болсын. Айгерім үйге оралып, диктофонды қосқанда Бауыржанның түсі бұзылды. Онда Бауыржанның бірнеше жыл бұрынғы құпия келіссөздері, Асқардың атына келген ақшаны қалай заңсыз иемденгені және Маржан ананың емін әдейі тоқтату туралы дәрігермен сөйлескен сөздері таспаланған еді. Асқар бұл жазбаларды интернаттағы Самат Ақсақалдың архивінен тапқан болатын. Бұл жазбалар тек моральдық соққы емес, Бауыржанның бизнесін түбімен жоятын құқықтық дәлелдер еді. Асқар тек физикалық күшті емес, ақыл мен айланы да іске қосты. Сол түні Бауыржан өзінің барлық күзетшілерінің үйден қашып кеткенін байқады. Олар Асқардың кім екенін және оның не істей алатынын білгенде, ақшадан гөрі бастарын аман сақтауды жөн көрді. Зәулім үй қаңырап бос қалды. Есіктер ашық-шашық, сыртта суық күзгі жел олып тұр. Бауыржан мен Айгерім үйдің ортасында бір-біріне жаудай қарап отырды. Олар енді ерлі-зайыпты емес, бір-бірінің қылмысына куәгер, бір-бірін жек көретін екі бейбақ еді. Ал сыртта, қараңғылықтың ішінде, темір аяқтың нық басылған дыбысы естіле бастады. Кек алушы есік алдына келді. Зәулім үйдің ауласындағы күзгі жапырақтардың сыбдыры кенеттен сап тыйылды. Қаңырап бос қалған сарайдың іші өлілер мекеніне ұқсайды. Бауыржан мен Айгерім бөлменің ортасындағы қымбат былғары диванға тығылып, әрбір дыбысқа селк етеді. Күзетшілер кеткен соң бұл алтынмен апталған үй олар үшін үлкен қабірге айналғандай еді. Кенеттен үйдің ауыр емен есігі ақырын, бірақ нық ашылды. Босағада Асқар тұрды.
Оның үстіндегі ескі әскери плашы суланған, жанарынан ешқандай эмоция байқалмайды, тек шексіз бір суықтық қана бар. Оның болат протезі мәрмәр еденге тиген сайын шық-шық еткен темір үні шығып, Бауыржанның жүйкесіне соққы бергендей болды. Бауыржан орнынан атып тұрып, дірілдеген қолымен тапаншасын Асқарға бағыттады. «Тоқта! Жақындама!» деп ақырды ол, бірақ дауысынан қорқыныш есіп тұрды. «Мен саған ақша беремін. Көп ақша. Шетелге кет, бәрін ұмыт. Мен сенің өліміңді қалаған жоқпын, бәрі кездейсоқ болды». Асқар тоқтаған жоқ. Ол Бауыржанға жақындаған сайын, оның темір аяғының дауысы бүкіл үйді жаңғыртып бара жатты. «Ақшама!» Асқардың дауысы тым тыныш, бірақ қатал шықты. «Сен менің анамның өмірін қаншаға бағаладың, Бауыржан? Менің жоғалған аяғым мен тордың артында өткен күндерімнің құны қанша? Сен менің қанымды сатып, мына үйді тұрғыздың. Енді сол қаныңмен төлейтін кез келді. Ат оны!» деп шыңғырды Айгерім бұрышта бүрісіп отырып. Ол екі жақтың да жойылғанын қалайтындай еді. Бауыржан шүріппені басты. Тарс! Оқ Асқардың иығына тиді. Асқар селт етпеді, тіпті тоқтаған да жоқ. Ол өлімді соғыс даласында көріп қойған, ал бұл жара оның кеудесіндегі жарамен салыстырғанда түк емес еді. Ол бірнеше жылдам қадам жасап, Бауыржанның алдына келіп, оның қарулы қолын темірдей қатты саусақтарымен сығып алды. Сүйектің шықырлап сынған дауысы естілді. Тапанша еденге түсті. Асқар Бауыржанды тамағынан алып, қабырғаға тақады. Бауыржанның аяқтары жерден көтеріліп, ол ауа жетпей қорқылдай бастады. «Сен менің бауырым едің. Мен саған бәрінен де артық сендім», деді Асқар, оның көздеріне тесіле қарап. «Бірақ сен мені ғана емес, анамызды да өлтірдің. Саған өлім тым жеңіл жаза болады». Асқар оны еденге лақтырып жіберді. Сосын қалтасынан бір құты бензин мен сіріңке шығарды. Бұл үй сатқындықтың ескерткіші. Ол өртенуі керек. Сендер де осы өртпен бірге бұл өмірден өшесіңдер. Бірақ мен сендерді өлтірмеймін. Мен сендерді осы гүлдің ішінде ештеңесіз қалдырамын. Сендердің ең үлкен жазаларың бір-біріңді жек көре отырып қайыршылықта өмір сүру болады. Асқар бензинді бөлмеге шаша бастады. Айгерім оның аяғына жабысып жалынды. «Асқар, тоқта! Мені құтқар! Мен сені сүйемін, мені алып кет!» Асқар оны жиіркенішпен итеріп жіберді. «Сенің сүйіспеншілігіңде, сертіңде сол күні вокзалда пойызбен бірге кеткен. Сенің қазіргі жүзің сатқындықтың нағыз бейнесі». Асқар сіріңкені тұтатты. Кішкене ғана от еденге түскен сәтте бензин лап ете қалды. Жалын бірден перделерге, қымбат жиһаздарға жайылды. Асқар артына бұрылмастан жанып жатқан үйден шығып кетті. Сыртта жаңбыр әлі жауып тұр еді. Асқар зәулім үйдің лапылдап жанғанын бақылап тұрды. Іште Бауыржан мен Айгерімнің айқайы, бір-бірін кінәлаған дауыстары естіледі. Олар аман қалады, бірақ олардың байлығы да, аты жөні де, бақытты өмірі де осы отпен бірге күлге айналды. Олар енді ешкім емес, тек өз күнәларының ішінде өртенген тірі өліктер. Асқар таяғына сүйеніп, протезімен нық басып, қараңғы жолмен қаладан алыстап бара жатты. Оның иығынан оқ тиген жері қансырап тұрса да, ол ауырсынуды сезбеді. Керісінше, оның жүрегіндегі 2 жылдық ауыр жүк жеңілдегендей болды. Ол вокзалға келді. Бірақ бұл жолы оны ешкім күтіп тұрған жоқ, ол да ешкімді күтпеді. Ол пойызға отырып, беймәлім бағытқа жүріп кетті. Оның соғысы аяқталды. Ол кегін алды, бірақ алдында оны жалғыздық пен жаңа өмір күтіп тұр еді. Хикаяның соңғы нүктесі қойылғандай көрінгенімен, Асқардың тағдыры әлі аяқталған жоқ. Кек алу жанды емдемейді, ол тек бос кеңістікті толтырады. Ендігі хикая Асқардың өзін-өзі қайта табуы және жаңа өмірге қадам басуы туралы болмақ. Пойыз дөңгелегінің тықылдаған дыбысы Асқарды өткен күннің елестерінен алыстатып бара жатты. Ол қайда бара жатқанын өзі де білмейтін. Қалтасында Самат ақсақал берген аздаған ақша мен Маржан анасының қанға малынған тұмары ғана. Оның иығындағы жарасы сыздап, денесі ысып бара жатты. Пойыз терезесінен көрінген таулар мен ормандар оған баяғы соғыс даласын еске түсіргендей болды.
Асқар шағын ғана темір жол бекетінен түсіп қалды. Бұл жер өркениеттен алыс, орман ішіндегі кішкентай ауыл еді. Ол ақсаңдай басып, орман шетіндегі қараусыз қалған ескі үйшікті паналады. Оның денесі әлсіреп, есінен тана бастады. Дәл осы сәтте оның тағдыры тағы бір күтпеген бұрылысқа тап болды. Асқар көзін ашқанда өзін таза, ағаш иісі аңқыған бөлмеде жатқанын көрді. Оның жарасы таңылған, денесіндегі қызу басылған. Қасында үнсіз ғана шөптен дәрі жасап отырған жас келіншекті көрді. Оның есімі Сәуле еді. Сәуледе тағдырдың таяғын жеген, қаланың шуынан қашып, осы орман шетінде жалғыз тұратын жан екен. Ол Асқардың кім екенін, оның аяғының неге темір екенін сұрамады. Ол тек жаралы жанның емін тапқысы келді. Асқар алғаш рет өзіне аянышпен емес, адам ретінде қараған жанарды көрді. Бірнеше апта бойы Сәуленің күтімінде болған Асқар, біртіндеп ес жиып, бойына күш жинай бастады. Бірақ оның ішіндегі кек соғысының жаңғырығы әлі басылмаған еді. Асқар бос отыра алмады. Ол Сәуленің ескі құрал саймандарын реттеп, ауылдағылардың бұзылған тракторлары мен араларын жөндей бастады. Оның алтын қолды шебер екені туралы хабар бүкіл аймаққа жайылды. Адамдар оған құрметпен қарай бастады. Асқар өзінің болат протезін тағы да жетілдірді. Енді ол тек жүріп қана қоймай, орман аралап, ауыр жұмыстарды еш қиындықсыз атқаратын болды. Ол өзін мүгедек сезінуді қойды. Алайда оның өткен өмірі, Бауыржан мен Айгерімнің тағдыры не болды деген сұрақ көкейінен кетпеді. Бір күні ауылға ескі газет келіп түсті. Асқар газеттен таныс есімдерді көріп, жүрегі соғып кетті. Онда Бауыржанның барлық қылмыстары әшкереленіп, оның түрмеге жабылғаны және бүкіл мүлкінің тәркіленгені туралы жазылған еді. Ал Айгерімнің қайыршылық күйге түсіп, қала көшелерінде қаңғыбас болып жүргені туралы қауесеттер бар еді. Асқар бұл хабарды оқығанда қуанған жоқ. Оның ішінде тек ауыр мұң ғана қалды. Кек алу оған анасын қайтарып берген жоқ, ол тек жауларын құртты. Ол Сәулеге қарап: «Менің кетуім керек. Мен соңғы рет сол қалаға барып, бәрін бір жолата аяқтауым қажет» деді. Асқар қалаға келгенде бәрі өзгергенін көрді. Ол баяғы өртенген зәулім үйдің орнына барды. Онда тек күлмен қарайған қабырғалар ғана қалыпты. Асқар сол жерден Айгерімді тапты. Ол баяғы құлпырған ару емес, үсті басы кір қожалақ, көзінде өмірге деген ешқандай қызығушылық қалмаған бейшара әйелге айналыпты. Айгерім Асқарды танығанда оның аяғына жығылып, кешірім сұрауға да қауқары болмады. «Сен жеңдің, Асқар. Бізде ештеңе қалмады. Тек осы күл ғана қалды» деді ол сыбырлап. Асқар оған бір бума ақша ұстатты. «Бұл менің кешірімім емес. Бұл сенің адам болып қалуың үшін соңғы мүмкіндік. Енді менің жолыма шықпа» деді де артына бұрылмастан кетіп қалды. Асқар Бауыржан жатқан түрмеге барды. Темір тордың арғы жағынан оған қараған інісінің жүзінен өкініш емес, әлі де болса өшпенділік көрінетін. «Сен бәрін құрттың. Сенің орның осында болуы керек еді» деп ақырды Бауыржан. Асқар оған мүсіркеп қарады. «Сен мені мүгедек дедің, бірақ нағыз мүгедек сен екенсің, Бауыржан. Сенің жаның мүгедек. Мен еркіммін, ал сен өміріңнің соңына дейін осы тордың ішінде, өз күнәларыңның тұтқыны болып қаласың». Асқар онымен мәңгілікке қоштасты. Асқар Маржан анасының зиратына тағы да келді. Бұл жолы ол зиратты реттеп, басына әдемі тас орнатты. Ол анасының басында ұзақ отырды. «Анашым, мен бәрін аяқтадым. Мен енді қашпаймын. Мен енді жасырынбаймын. Мен өз өмірімді қайта құрамын» деп сыбырлады. Желмен бірге анасының жұмсақ дауысы келгендей болды. «Бақытты бол, балам». Асқар орман ішіндегі ауылға, Сәулеге қайтып оралды. Сәуле оны үйдің алдында күтіп тұр еді. Оның жанарындағы сенім мен жылулық Асқардың мұздаған жүрегін бір жолата жібіткендей болды. «Сен оралдың», деді Сәуле ақырын. «Иә, мен енді ешқайда кетпеймін. Менің үйім осы жер» деді Асқар. Асқар ауылда үлкен шеберхана ашты. Ол соғыстан оралған мүгедек жігіттерді жинап, оларға темірден протез жасауды, техника жөндеуді үйретті. Ол мүгедек деген сөзді мүмкіндігі шектеусіз, шебер деген сөзге ауыстырды.
Оның орталығы бүкіл елге танылып, жүздеген адамның өміріне үміт сыйлады. Асқар мен Сәуле шаңырақ көтерді. Олардың шағын үйінде баяғы мұңды әуен емес, баланың сыңғырлаған күлкісі естіле бастады. Асқардың болат аяғы енді кектің белгісі емес, жеңіс пен қайсарлықтың символына айналды. Арада жылдар өтті. Қарт Асқар немерелеріне өз хикаясын айтып беріп отырды. «Ата, сіз кек алғанда бақытты болдыңыз ба?» деп сұрады кішкентай немересі. Асқар күлімсіреп терезеден қарап тұрған Сәулеге қарады. «Жоқ, балам. Кек алу тек бос екенімді көрсетті. Нағыз бақыт кешіре білуде және өзіңді жоғалтқан жерден қайта табуда. Менің соғысым мен жеңісім осы сендердің бақытты жүздерің». Аспанда күн күлімдеп, орман іші құстардың әніне бөленді. Сұрғылт қаланың күйесі мен соғыстың түтіні баяғыда сейілген. Асқардың темір аяғы жерге нық басып, ол болашаққа сеніммен қарап тұрды.